мінекей кешегі өткен жартылай финалдың бірінші тобы кеше өз өнерін көрсетті. Ал бүгінгі екінші тобына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, көктем өте бір керемет айлардың бірі ғой. Бүгінде кешеде өткен өнер сайысы Құда қаласа, ертең қорытындысын осы сахнада, осы университетіміздің Айқай Шуылдақтар Техас серлер атты КВН-іміздің майдалмандары осы сахнада сіздер үшін жақсы бір қорытынды концертін береді. Ертең де осы сахнада сіздерді күтеміз. Ал сонымен бүгінгі жартылай ойындарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қатысатын командаларымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Педагогика, мәдениет және өнер институтынан құралған Мәкеңнің еркелері. Мұнайды өңдеу және өндіру факультетінен құралған Петро қазақтар. Және де әйгілі Техас КВН командасының ізбасарлары технология факультетінен құралған мультфильм КВН командасы шақырамыз. Айбеттеңіздер сәл қобалжып тұр ғой. Бүгінде үш команда бүгін өнер көрсетеді. Негізі 4 команда, бір командамыз түгелде сырқаттанып қалыпты, барлық қазір осы шықты. Сыртта ящикте, коробкеде ящик тұр, соған ойын-жұмысы тастық, дәрі-дәрмек тастық кетем десеңіздер болады. Сонымен жалпы тақырыпта бүгін команда, үш команда жартылай ақтық мәреге таласады. Бірінші сәлемдесу күлкі өмірдің ажары 5 минуттық уақытпен және 5 ұпаймен бағаланады. Екінші сайысымыз ширату, өтірік айтсам нүкте. Екі сұрақ өз жауабы қажет емес. Және үшінші сайысымыз әуендей тапсырмасы студенттік Азия дауысы. 6-8 минуттың аралығы 6 ұпаймен бағаланады. Ал енді әділ бағаларын беретін әділ қазылар қауыммен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін әділ қазылар арасында бір өзгеріс бар, ал қалғандары түп-түгел орында отыр. Ең бастысы Мәкең орында отырған. Сонымен Есенқұлов Самат өзіміздің жігіттер КВН командасының белді мүшесі. Алматы экономика статистика академиясының жастар ісі жөніндегі төрағасы Асилов Сейтжан. Әйгілі Железный бутерброд КВН командасының белді мүшесі Сейітқұл Қанат. Және де өзіміздің жігіттер КВН командасының белді мүшесі Амантаев Алмас. Атлас. Және де Республикалық күлкі фестивалінің лауреаты Шымшыма телетеатрының жетекшісі Қазақ КВН жұлдызы кішкентай ғана Мәкең. Құрметті көрермендер, сіздер дайын болсаңыздар, біздің командалар да дайын. Сонымен командалар жолдарың болсын. Құрметті көрермендер, осындай командалардың осындай ойын сайысына өнер көрсеткен үшін барлық факультеттің декандарына алғысымызды білдіріп отырып, осы біздің тәрбие бөлімінде әртүрлі өздеріңіз білесіздер, үйірмелер ашылған. Осы КВН, терме, би өнері. Қатысам деушілер болса, біздің 18 және 19 кабинетке келіп, қабылдауларыңызге жазылуыңызға болады. Және Шымшыма театрмаға кешіріңіз. Ал енді бірінші болып, олдың жолы ұлы жол деп, соны сәл шетке сырып қойып, бүгін қыздарымыз жолы болып отыр.
Сонымен бірінші болып сәлемдесуімізді ашатын күлкі өмірдің ажары. Бірінші болып сахнада Мәкеңнің еркелері. Қарсы алыңыздар. Еркелер алға. Алдарыңызда Мәкеңнің еркелері. Люби настоящее. Слушай. Далее, далее. Держись на волне. Слушай. Kızlar kimde свежий өте футбол жаңалықтар бар. Қыздар. Менде бар, менде. Қыздар, енді мен өтекші емеспін, жоқ. Жетпін мен падасым. Қыздар, сендер білесіңдер ғой, анау Айғақтың бас редакторы менің туған нағашым екен. Қыздар, биыл Зұлыпхар ағай да, Сейітжан ағай да үйленгелі жатыр. Екеуінің арасы қанша жас? Сонда Сейітжан ағай 83 жылғы болғаны ма не? Жастай кетті-ау. Сәл тие тұрса қайтеді. Біз де пісіп жетіліп тұрмыз ғой. Білесің ба, бірінші сауыр шымген қыздар бәке өтеткен, ес. Айжан, ау не дейсің, сен неменеге мәзбап тұрсың? Біле білсең сенің жігітің жоқ. Мен түсінбеймін да, өзін шекеді. Айгерім, не? Айгерім, не? Жігіт бір күнге бере тұрша. Не ағыласың? Жәйші кісер сөк солай дейін ғой. Ертең күні ажыртамай қалсақ не істейміз? Ошағым ойымдама, сек черно-белый болады ғой. Давай. Құрметті көрермендер, жақында біздің физкультурныйдың 3 баласына бірдей 6 бала тиісіпті. Әрине біздің физкультурныйдың балдары өздерін қорғау мақсатында ана балдарды аяқ асты қылып, ұрып, тепкілеп, теңердегі балдарды аурухананың төріне бір-ақ шығарыпты. Ал осында мына бір қызық сұрақ туындайды. Физкультурныйдың алдында 3-ші кластың оқушылары неге жүр? Қыздар, ой, тұрмай, бүгін біздің әпшеміз әдемі. Біздің әпшем тамақты піштесіз? Тоқта, не болды? Тағы вечер ма? Әпшеміз ғой вечерға жіберіңізші. Жоқты болып жіберем. Бірақ вечерге барғанда жігіттермен вальс билемейсіңдер. Ал билегеннің өзінде светті өшірткізбейсіңдер. Ал өшіп қалғанның өзінде бастарын мойындарыңа қойғызбайсыңдар. Ал қойып қалғанның өзінде олармен далаға шықпаңдар. Ал шыққанның өзінде сынбаңдар. Ал сынғанның әпшем, сіз жіберген қателіктерді біз қайталамауға тырысамыз. Мадина, бүгін вечер. Қыздар, вечерге
бар? Иә. Қыздар, мен сонда қыз басыммен базарға барып, 2 плоский парламент, 3 казахстанский вино, 4 коньяк, 1 ящик пива, 6 чекушканың бутылкаларын қалай өткізем? Мақпал, біз билеп атқан жоқпыз. Біз шаш кеп тұрып атырмыз. Негізінше билегенде мықты болар еді. Ой, Макоша! Ой, Привет! Я тебя вообще не узнала. Как дела? Как дела? А ты, Майки, знаешь? Ой, ты Вот такая 3 семерки есть же машина, вот серебристая Mazda. Ой, Да, вот. Майки, айтсай. анандай да? Макеңнің еркелері жоқ. Көңілді құдашалар КВН командасының қыздарын көрмедіңіздер ма? Иә. Жоқ? Жоқ екен. Пока. Макоша! Мына жақта екен ғой құдашалар. Макоша! Максата! Ой, Максата! 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 Ну, Максата! Максата! Ну, Максата! Ну, ты вообще стоп! Именно! Не, Маки. Құдашалар мына жақта екен ғой? Кешірші. Мен алғашында сапасы төмен ұнды пайдаланып, мынандай бауырсақ шығатын еді қаяз. Ал кейін алтын дәнеңмен нан пісірген кезінде мынадай бауырсақ шықты. Кейін білместен екінші сорт ұнмен пісіріп қойдым да, бауырсағым мынадай болып шықты. Қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар. Сіздердің алдарыңызда әр елдің президенттерінің қалыңдықтары келді. Путина ханым, Буш ханым, Каримова ханым, және де өздеріңіз күтіп отырғандай Сара Назарбаева ханым. Халқым, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде тек қазақтар оқиды. Орыстар оқиды. Өзбектер оқиды. Ағылшындар оқиды. Донорды елса. Финалканы айтамыз ба? Қандай өлең айтамыз? Өткендегі 4 арық!
Бәрекелді, бұл педагогика, мәдениет және өнер институтын құралған Мәкеңнің еркелері болатындығын. Ал енді кезекті өзінің сәлемдесімен мұнайды өңдеу және өндіру факультетінен құралған Петро Қазақтар. Жаңа ғана өнер көрсеткен Мәкеңнің еркелері өздерінің деканы Балабеков Бетіге Ордабекұлы мырзаға шын алғыстарын білдіреді. Сонымен құрметті көрермен қауым, алдарыңызда Петро Қазақтар. Ал жігіттер, бастаймыз ба? Бастаймыз. Ал кеттік онда. Ямайка, 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 я футболка. Бақ, кеше біз үйде қызық оқиға болды ғой. Қандай оқиға болды? Кеше балға қонып балым қыз болып шықты. Қыз? Оны қайдан білдің? Балконға шығып қабығын ашып отырсам, бет тұрып, ағай, шешінуге ұялмайсыз ба дейді. Құдірет, Не? осы тауықтар қазақтар осылайды, иә? Неге? Басын шолып сызында 30 аспарамға билеп жүреді. Trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Ooh Lord, trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard, don't nobody know my. Біздің техтің мұғалімі мектепке барып бастауыш сыныптарға сабақ беруде. Содан үзінді тамашалаңыздар. Саламатсыңдар ма оқушылар? Бірінші классқа келген аяқтарыңа гүл бітсін. Сендер бірінші классқа келіп отқандықтан бүгін біз біріншіден әріптермен танысуды бастаймыз. Жарай ма? Мынау А әріпі. Мынау Ә әріпі. Мынау Ө әріпі. Мынау О әріпі. Ал ой! Ей! Мыналарың кіп кішкенде қосып оқы деген жоқтың ба? Мына. Ш әріпін оқыңдар, Ш. Ал енді әріптермен таныстық, сендермен енді біз сөздерді қосып оқиық. Сендермен әріптерді қосып оқытып үйретейін. Мына сөзбен мына сөзді қоссаң не болады? Электротехника. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Ал мына сөзді қайсың оқиды екенсің? Айта ғой. Трансформатор. Ай, молодец, сен ақылың көп бала екенсің негіз. Сен негіз 5 қойып қоямын мен саған. Ал енді бүгінгі үй жұмысын жазбаңдар. Реферат. А әрпіне емес, Ө әрпіне. Ө әрпіне, сен жазба сен. Сен Ө әрпіне курсовой жұмыс жазып бер, мақма? Мақма? Курсовой жұмыс. Ө әрпінің есептерін шығарып, сызба жұмыстарын бәрін маған өткізесің, кейін мақма? Кейін жұмыстарын бітіргесін мен Батутинада корпуста болам. Сияқ ақып өткізіңдер, мақма? Сау болыңдар. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Шарамиж, не шарамига? Не алып жүрсің бияқта? Білмеймін өзімді не алып жүрмем. Не күтемін жүрмін деймін мен?
Сондай болып тұрыз. Сені ауыр нәрсе неғып көтеріп жүрсің арқалап. Енді ойлап көрші өзім. Жеңіл болса түсіне ме күлмейді ғой ешкім. Маметтер кафеді, содан үзінді. Отырма. Төлейтін шығар ақша оғанда, құртар. Кел, сыйсамыз. Көңіл сыйса бәрі сияды. Менде 100 теңге бар да, әбдеші деп бір әбден тояқшы бүгіні. Әбдеші төк. Овсянка! Да? Что будете заказывать? Шашлык жейміз ба? Шашлык. Это овсянка. Маған етіме мүмкін болса шашлык. Бауыр. Тұрташ, бергеш. Шай бар ма, шай? Шай. Ей, тоқта. Маған заварка самай қойшы мейлі ма? Иә, без заварки. Көңілім айнайды, көріп тұрмын. Овсянка! Кірпішке орма, кірпішке. Қандай? Қатқанан. Мынандай ше кірпішке. Кеймор, чубак ше. Кириешки можно. Кірпішке, я. Кириешки с беконом или с сыром? Не дейді нау? Сыр, бекон, оған ақша жетпейді, өзін әкеле бір. Овсянка. Мен сұрайын деп едім да, сендердің 45 теңгелік шашлықтарың қанша тұрады? 45. 45 теңге ма? 45 теңге дейді, Жедел жаңалық. Кеше Шымкент зоопаркінен маймылдар қашып кетті. Көрсеңіздер ешкімге айтпай ақ қойыңыздар. Кеш жарық құрметті жанкүйерлер. Бүгінгі біздің бокс сайысымызға қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі сайысқа түсетін боксерларымызды ринг төріне шақырайық. Сол қанаттағы боксерымыз ол Ерсайын Махмудович. Ал оң қанаттағы боксерымыз ол сонау Америкадан келген қонағымыз Майк Тайсон. Ал енді қонақтарымызбен танысып өтетін болсақ, сіз қайдан боласыз? Нью-Йорк. Нью-Йорк? Дәурен, қуаныштымын. Сіз қайдан боласыз? Қатын көпір. Қайдан ол? Қатын көпір? Яң шаһарының шетінде. Қоя беріңізші, мақұл. Ал енді сайысымызды бастамас бұрын бүгінгі сайысатын боксерларымызды техника қауіпсіздігінен өткізейік. Ал енді бірінші раунд. Бокс! Түсініксіз болып қалды деймін. Менімен келісетін шығарсыздар, енді бұны замедленный, жай бейне көріністе тамашалайық. Ал енді екінші раунд. Бокс! Америкадан келген қонағымыз қалай құлаған, енді жай бейне көріністе тамашалайық. You're number one, having fun, you're number one.
қорытындысын шығаратын болсақ, бүгінгі сайыстың жеңімпазын анықтайтын болсақ, ол бүгінгі сайысымыздың жеңімпазы ол Майк Тайсон. Кешіресіздер, ер сайын. Көбірге шығамыз, әсермен қалжыңды сөйлеге арнап, қараған көрерменге ризамыз. Қолдайық кәнеппен қазақтарды, жанды. Рахмет. Бәрекелді. Бұл өзіңерін көрсеткен сәлемдесумен Петро қазақтары. Ду қолы шапалақтап қояқ достар. Ал енді бүгінгі сәлемдесуіміздің қорытындылайтын технология факультетінің құралған мультфильм КВН командасы. Мультфильм КВН командасы өздерінің деканы Біржан Сардарович Шакир Біржан Сардарұлына шын ниетпен рахметін айтып, және де декан орынбасары Өтебаев Аспандияр мырзаға шын алғыстарын білдіреді. Сонымен алдарыңызда мультфильм. Фильм КВН командасының капитаны Абзал өз елі Африкада демалуда. Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу, все сижу и сижу, и на солнышко гляжу. Саттар мен Азамат Абзалдың шайласына қонаққа келді. Тарам, мобилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки. Сочиняю я неплохо иногда. Да. Абзал берешпе. Қалай Абзал? Абзал кеше түсінде білесің ба? Үйге шайлаңа барамын ғой. Сол кезде ше свет жағам, жанбайды, жағам, жанбайды. Болмаған екен, лампочка бұрап жаға салдым ғой. Абзал, білесің ба, кеше мен сен үйге келейін деп жатқан кезде ше, базардан туфли алдым ғой. Қой, бірақ қайтып өткізіп бере салдым. Женский ғой, не қыламын? Азамат, және мен демалып жаттым ғой, шегіртке ұстап алдым. Ұрғашы. Қақтыңыз ғой не? Ұрғашы екен қақтамадың? Тұтында мини-юкс бар, демаламай қарап тұр ғой. Сендерші, біздегі Нұрлан бар емес па? Соның бішмаққа қалай дайындап отқан көргілерің келе ма? Кеттік онда. Қазақтың қарапайым жігіттері радионның алдында. Қалай?
Алғаш рет ШТБ телеарнасында жарнама. Егерде сіз үй жинап жүргеніңізді байқаңыз, вазада гүлді түсірламаңыз, өйткені сіздің қолыңызда пылесос емес сыпыртқы. Қазына атты ломбард. Біз сіздердің асыл бұйымды заттарыңызды қабылдаймыз. Өте төменгі процент ақшамен. Қорқпаңыздар, ұрланған заттар болса да қабылдаймыз. Оған мысалы телефон, магнитофон, телевизор, холодильник және де алтын, күміс. Байланыс телефонымыз 02. Абзал, Абзал. Абзал. Зұлқарға айт көрмедің бе? Көрмедім. Бош, айт. Көрмедім не? Инструментер ма не? Жоқ. Не болды? Жоқ. Не болды? Айтшы. Айтшы мен инструментер ма? Айтшы енді. Жоқ. Азамат, сен де инструмент ма? Қайран дүние. Тұңаны. I feel good. I knew that I would. Иә, технология факультетінің мультфильм көрген командасы болады. Ал енді, құрметті достар, барша команданы сахна төріне шақырайық. Командалар сахнаға. Барша командаларды ортаға шақырайық. Петро Қазақтар мультфильм келіңіздер. Адыл қазыл қауымы дайын болатын болса, бірінші сәлемдесу бойынша өз адыл бағаларын көрсетсе дейміз. Ең жоғарғы ұпайымыз 5 ұпай. Бірінші боп өз өнерін көрсеткен Мәкеңнің еркелерін бағаларын берсеңіздер. 5, 5, 4, 4, 5. Петро Қазақтардың адыл бағалары. 4, 4, 4, 4, 5. Рахмет. Және технология факультетінен құралған мультфильм командасының адыл бағасы. 4, 4, 5, 5, 4. Рахмет, құрметті адыл қазылар. Ал енді құрметті командалар, екінші сайысқа өтеміз. Сайысымызды ширату, өтірік айтсам нүкте. Бірінші боп өз сұрағымен Мәкеңнің еркелері. 2 сұрақ, өз жауабы қажет емес. Өтірік айтсам, үйден вечерге сұранып кетуге болады екен. Мысалы, мама, мен Мадина үйіне кеттім, сияқта қонып сабақтан сіз жаққа шығып кетем. Мысалы, мама, мен Мадина үйіне барып қонам, азында сабаққа сияқтан шығып кетем. Қыздардың бірінші үйден қашып кету амалы ғой. Өздеріңіз білесіздер. Құрметті достар. Қыздар мамасынан сұранса, жігіттер папаларынан сұранады жүр. Дәурен, Петро Қазақтар. Өтірік айтсам, үйден вечерге сұранып кетуге болады екен. Мысалы, мама, мен Мадина үйіне барып қонам, азанда сабаққа сол жақтан шығып кетем. Қызым, вечерге барған күнде де жігіттермен билеме. Жігіттермен билеген күнде де мойнына басыңды қойдырма. Светті өшіртпе. Өшірткен күнде де далаға шықпа. Мультфильм. Өтірік айтсам, мен үйден вечерге кеттім, Мадина үйіне барып қондым, азында мамам шықты, қақа барын деді, Мадина үйіне барып қондым дедім, жақын сабаққа шығып кеттім. Көктем келді. Мейрамдар келді. Қыздар вечерге сұрануда. Бірақ дұрыс болды, судың сұрауы бар ғой. Рахмет, Әйгерім. Петро Қазақтар, өз сұрақтарымен.
Мен өтірік айтсам, кеше емес алдың күні мен кафеге бардым. Сен кеше барған жоқсың? Жоқ, кеше айлық алдым да, содан кейін кеше емес алдың күні кафеге бардым. Командалар түсінбеді, қайталай жүрші. Кеше емес алдың күні кафеге барды. Кеше айлығын алды, сол үшін алдың күні барды. Иә, Мәкен еркелерге. Мақпал. Мәке. Сондағы бар ашалар. Айта бір, мен тыңдай берем. Жоқ, сұрап қойың. Жоқ, қыздың жолы жіңішке ба? Баланың жолы жуан. Басаң сұлудың жолы ұлы жол дейді ғой. Көрші, өтірік айтсам. Өтірік айтсам, кеше емес алдың күні мен кафеге бардым. Кеше барған жоқсың ба? Жоқ, кеше айлық алдым. Содан кейін кеше емес алдың күні бармайын ба кафеге? Жігіттерім бар ақшаларын 100-ақ теңге ғой қалай отырдыңдар? Өте ұтымды жауап. Бәрекелді, мультфильм. Еті бар шашлыкке жетеді әйтеуір. Кірпішке жемейміз ба? Кеше емес алдың күні мен вечерге бардым. Кафеден шыққаннан кейін. Сен кеше барған ема? Жоқ, кеше айлық алдым, содан кейін кеше емес алдың күні бармайын ба? Мен ертең пенсия аламын да, бүгін торнадоға барам. Қазіргі заманда бәрін күтуге болады. Молодец, ата. Ал, мультфильм өз сұрағымен. Өтірік айтсам, мен өлең шығардым да, бірақ айтамаймын ау. Есімнен шығып кетті да өткен. Петр қазақтар дайын екен. Қайтала сұрағын. Петр қазақтар. Өтірік айтсам да, мен өлең шығардым, бірақ айтамаймын. Кешір мен. Есімнен шығып кетті. Кешір мен, қолымнан ештеңе келмейді. Не істеймін? Қыздар, шапалақтап қойыңыздар. Өтірік айтсам, мен өлең шығардым. Нормальный өлең шығардым. Бірақ айтамаймын оны. Есімнен шығып кетті. Алам дедің, алмадың, құшағыңа баспадың, өтірікті соғып ап, сенен кетіп қаламын. Көктем ғой. Сонымен сұрақтардың бірінші айналымы бітті, екінші айналымға көшсек. Қыздар, өздеріңіз бастайсыздар. Өтірік айтсам, құлақтан кіріп бойдалар, өтірік пен жалған сөз. Өтірік айтсам, құлақтан кіріп бойдалар, өтірік пен жалған сөз. Әшім мен тәттігі әк кетсіңізді. Құлақтан кіріп бойдалар, өтірік пен жалған сөз. Өтірікті де жалған сөз тоқтатуға болады. Суды шын, сөзді шын тоқтатады. Петр қазақ! Петр қазақ! Өтірік айтсам, жаңағы құлақтан кіреді да, бүкіл бойдалады. Ана өтірік пен жалған сөз бар ғой, сол. Сен құлағынан кірсе, мен көзімнен кіріп кеткен. Бәрекелді. Өздері өте керемет негізі. Ал, мультфильм. Кешіресіздер. Сіздер емесіңіздер. Петр қазақтар сұрақтар. Бәсе? Білмеймін ғой, шығып деп жатсың өрде. Өтірік айтсам өсек көп. Өтірік айтсам өсек көп. Автор кісілер, таратушы әйелдер. Өте дұрыс.
Өтірік айтсам өсі көп. Ойбай-ай. Қазірше ерім өсекші қыздар емес, осы күн жігіттер айтатын болған. Бәрекелді, рахмет. Ал, Ширатуның соңғы сұрағын қорытындылайтын мультфильм. Келіңіздер. Өтірік айтсам, енді өтірік айтпаймын. Шапалақтап қойыңыздар. Өтірік айтсам, енді өтірік айтпаймын. Шын ма? Охо, инемен құдық қазғандай. Не істеймін, е? Өтірік айтсам, енді өтірік айтпаймын. Өтірікші, кеше ғана өтірік алдағасың сен мен. Nerede? Saltamda. Бәрекелді, рахмет. Мінеке, құрметті достар, Ширату сайысында өз мәресіне жетті. Құрметті командалар, келіп сайысқа дайындала беріңіздер. Құрметті достар, енді сіздер болып, біздер болып, Адыл қазылар қауымының Ширату сайысы бойынша көтерген бағаларын көрсек екен. Бірінші болып өз сұрағымен Мәкеңнің еркелері ең жоғарғы ұпай 6 ұпай. 5, 5, 4, 5, 6. Рахмет. Петро қазақтардың сұрағына ұпайларыңыз. 4, 5, 4, 4, 5. Рахмет. Мультфильм командасының ұпай сандарын көрсетсеңіздер. 5, 5, 4, 4, 5. Рахмет. Есептеу комиссиясы өз есебін жүргізгенше, құрметті достар, енді 3-ші сайысымызға өтеміз. Бұл командалар өз сайыстарын, өнерлерін көрсетіп болғаннан кейін, сіздердің құрметтеріңізге алдарыңызда Техас өз өнерімен өңдеу және өндіру факультетін құралған Петро қазақтары. Қарсы алыңыздар. Петро қазақтар КВН командасы ұсынады. Золушка фильмнің екінші нұсқасы қазақша. В главных ролях басты рөлдерде Золушка, Зульпия, ее мачеха, маханчасы, старшая дочь мачехи Жозефина, үйдің үлкен кедергісі Жазира, ее младшая дочь Сюзанна, Сикош. Золушка, если ты хочешь пойти на бал, Зульпия, егер сен тойға барғың келсе, то ты должна почистить этот мешок с рисом. Сен мынау бір қап насыбайды тазалау керексің. И, конечно же, накатать 1000 куртов. И 1000 курт накатать етесің. Ну все, мы пошли. Ты кто? Сен кімсің? Это я, фея. Мен ғой, Феруза, танымадың ба не? Я пришла тебе помочь. Мен саған көмектесуге келдім. А с чего это ты вдруг решила мне помочь? Неге? Потому что я твоя крестная.
қазақта бұны асар дейді. Ну хорошо, фея, если ты хочешь мне помочь, у меня есть такая проблема. Дело в том, что мальчика сказала мне, что перед тем, как пойти на бал, я сначала должна почистить мешок с рисами и накатать 1000 курсов. И только после этого я смогу пойти на бал. Вот в чем дело. Короче. Понимаешь, мне нужно бальное платье. Маған киім керек. Ну, пойдем, подберем тебе чего-нибудь. Жүр озероға барып қайтайық. Фея, а как же туфельки? Я же не могу пойти без туфелек. Туфельки? Я... Включай. Но запомни, Золушка, если вы не успеете вернуться к 12 часам, то вы не сможете пройти в финал. Көрдің ба, мына крутой сағатты базардан сатып алдым. Карету мне, карету! Такси бар, такси, озеро! Озеро автовокзал жүреміз, 2 адам қалды. Жүресіңдер ме қыздар? Кет! Жүріңдер. Қаншадан? 20 аяқтан кет. 15. Кет. Итак, Золушка на балу. О, это, наверное, принц. दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा दे दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा नाल रजेटे जोड़ी दे तेन जोगण होना पै जाऊगा Болсыз ба? Жігітіңіз бар ма? Кім ол? King Kong. Тымау ғой, тымау. Жігіттер бәрі жақсы. Ойна басалым.
Алмаз. Сағат 12-ден асып сендер финалға өте алмайсың. Жұлып қарағай. Біздің енді феямыз жоқ. Иә, жоқ. Өлді. Сіз сиқыршысыз ғой, бір сиқыр істесеңізші. Сахнаның төріндегі түгі Ақтырсан дүрміз ойнақтап өнерді қуала Алдарыңызда тұр міне мұңайшылар шығып Жегімтердің әзір қалжыңы Күлкіге толтырып залды көңілден шығады Көңілді шапырлар клубы Жастар күлкі ордасы Петро қазақтары КВН ойнайды Көппен қалжыңды Көзге аңдайды Петро қазақтары КВН ойнайды Ордасында көрермен қолдайды Петро қазақтары Рахмет. Бәрекелді, Петро қазақтар. Ал құрметті достар, айып етпеңіздер, енді сіздерге мына бірінші сәлемдесу бойынша бағаларын, қорытынды бағаларын айтып кету рұқсат етіңіздер. Мәкеңнің еркелер 4,6, Петро қазақтар 4,2 және мультфильм 4,4. Ал енді шираты бойынша алған ұпайларын айтып кету рұқсат етіңіздер. Мәкеңнің еркелері 5,0, Петро қазақтар 4,4, мультфильм 4,6. Ал енді екі сайыс бойынша жалпы қорытынды ұпайлары. Мәкеңнің еркелері 9,6, Петро қазақтар 8,6, мультфильм 9,0. Тура 9. Ал енді келесі өз өнерімен педагогика және мәдениет және өнер факультетінен құралған, институттан құралған Мәкеңнің еркелері. Қарсы алайық. Әнін жазған 3 бала, сөзін жазған 4 бала, қаңғып кеткен 5 бала, әділ қазалы арқасы 6 бала, жүргізуші мына бала. Қысқасы қарсаңыздар біздің 6 қыз. Театр. Еще раз скажешь слово, то мы лучше помотаем. Все. О, қатын қызлары! Ты умничай. Ой, Джамила! О, Гүлноза! Ой, Дилноза! Шахноза! Нархоза! Гүлчатай! Қыздар, мен бүгін сүйем.
Söz koy suyum. Birgile. Seni otanışı suyum. Seni men осы отырған халықтар үшін сүйем. Ал сені мен Шардара үшін сүйем. Ал сені мен Бекжан ағай үшін сүйем. Ал сені мен Кәпшеме. Ал сені мен сен үшін сүйем. Көріп жатай. Сен бана емесен сүймеймін. Алдарыңыздар роддомдағы екі қабат әйелдердің әңгімесі. Ойбай жаман жемеді қандай? Ай, елдерің ажырасқан жоқ па? Әй, сұқ қой қыздар. Ойбай айтпа. Ойбай кезінде еркелер. Қыздар, мен мына баламыз бар емес па? Я. Алматыдағы роддом деген, актив деген роддомда болсынам. Ойбай, алып кеттің ей. Естер ма? Онда біреуін тусаң, екіншісі тегін екен. Онда қыздар, мен экспресске барып туам ғой. Ей, саған не жоқ? Неге? Жерде біреуін тусаң, екінші, үшінші, төртінші, бесінші дейін тегін береді ғой. Ой, рахатнай. Рахатнай. Бақшы қыздар. Вот наурызда туған келіншекке 13 күн сыйақы бересің. Ғой? Өлә, онда мен 26 мың алам. Менің 5-красный стажым бар ғой. Масқара, білесіңдер ма? Гүлбасшының баласы ішіндегі темекшіге деген. Ой, пырмай, я? Он саған кім айтты? Сүймесен сүймек қой, онына мен ішімдегі балам айтып кетті. Ай, қыздар, оны ойындар, мен тош-тошу егіз туайын деп тұрмын. Өткен жыл егіз туғам. Қыздар, онда мен де егіз туам. Әй, саған не жоқ? Мен кешеде егіз туғам, үнде туам. Туам, тусам да туам, тумасам да туам. Туам. Қыздар. Дайынсыңдар ма? Ағай, мына жерде қыздар қақтан көріп тұрсыз. Я. Оң ойындырсың. Оң ойындырсың. Айдан ауызда келген сендер ма? Ал көрсетіңдер өнерлерін, көрейін. Айтпақшы қыздар, өзімізді ұлттық киімімізді айтыстайықшы. Давай. Көтерейік әлі қыздар, болашақ үшін, тоғырдай тоғырсын күткен армандар үшін. Өмір құсы көткен өздер, сәді ақырын, үшіп қуыт ойлап жүрген еркектер үшін. Қыздар, сендер болашақ сәби үшін түрлі жаттығулар жасауларың керек. Қонышшы. Жоқ, жасау керек. Шықты бол. Қыздар, кеттік. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Show me the one to your heart. Еркелер, ана осы 3-4 жыл бұрын ғана жарты финал бар емес па? 8 ана өлең ғой. She's got it. Соны бір еске түсіріп айтайықшы. Түсік, давай. Кеттік. She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your bitch.
Бәрекелді, мінеге көрдіңіздер, біздің қыздарымыз болашақта да күйеуге тиіп кетсе де команда бұл протонға жатайын деп отыр. Бәрекелді, жүректерінен ниеттеріне нұр жаусын. Ал енді алдарыңызда технология факультетінен құралған мультфильм КВН командасын сахна төріне шақырамыз. Бұл команда өздерінің деканы Шакир Біржан Сардарұлы және деканның орынбасары Өтебаев Аспандар мырзаға шын алғыстарын білдіреді. Сонымен, құрметті достары, алдарыңызда мультфильм. Қалың көрсін жастарын болмасын әжайым, қалың көрсін жастарын болмасын әжайым. Ой, ой, қалайыққа қойынды ойнайық, ой, ой, қалайыққа қойынды ойнайық. Бір айыммен көшіріңіз өмір ғой ойнайық, бір айыммен көшіріңіз өмір ғой ойнайық. Алдарыңызда алғашқы рет Брюс Лидің каратеге дайындалып жүрген кезі. Қымызды кім ойлап тапқан? Арбақты! Үзлер! Түлгендер! Жоқ! Биелер! Тоқтай! Тоқта! Шаршап кеттім сөйлеші! Азанда сөйлесекші! Ас жерде! Осы жерде! Асан болды! Тоқтай! Тоқта! Жігіттер бетеге. Біздегі Нұрлан бар ғой? Соның сабақтан кетті суақсында ақша табу жұмыс көрсетейін ба? Көрін келе ма? Кет үшін. Сол кезде запарке. Жаңағы Брюс Лиіміз өзімді де сені де танимын деген өлеңмен бүгінгі Азия дауысқа келіп отыр екен. Қол соқпақтап қарсы алайық. Мен сені де өзімді жақсы танимын. Өзімді бұдан жақсы танимын. Менің сіздерден ерекшеліктерім нанды шайнап жұтамын. Ай дейді ғой. Көршімнің ит құтырып кетті дейді. Маған тарақпен айна керек дейді. Мен ақпада жүрсем, Зұлқардан нан шайнап жейді екен.
Ekem mamı ya. Мен білмейді екенмін дейді. Өзім жақсы танымасам, дәнекер мен мамырда туфли ішіне носки киемін. Кеше досым мені алдапты дейді, бір чапырды. 去广卫，这搞外洋说，这叫外洋，天。 Досым мені алдады дейді, қалай екенін айтып берсең былай дейді. Аюдың көзіне, сол көзіне ручка кіріп кетті дейді. Бірақ барсам оң көзіне кіріп кеткен екен. Ленин былай депті. Оқы және оқы депті. Бірақ қайсы кітапты оқу керек екенін айтпапты. Сен жақсы танымын бірақ, жаңа лақтырғаннан кейін. Есіңде болса, мен саған 9-шы қытта мороженое беріп ғой. 10 теңгелік. 10 теңгеліктің 10-ын. Есіңде болса, мен сені жол күрең төлеп, сол күні автобуспен үйіңе дейін шығарып салдым ғой. Бұндай екенін білген кезде о баста жаяу шығарып салатын ғой. Түсінбедім. Түсінбедім. Мен де түсінбей кеттім негізі. Терминатор 3. Революция. Күлкі беруге музыкадан тобы сіздер үшін музыкадан тобы әзір үшін мультфильм тобы маңғалға мультфильм тобы сіздер үшін мультфильм тобы әзір үшін мультфильм тобы маңғалға Бәрекелді, бұл әуенді үй тапсырмасын қорытындылаған мультфильм командасы болатын тұғын. Ал енді құрметті достар, барша команда сахна төріне шақырып, әділ қазылардың кішігірім ой пікірін тыңдап, әділ бағаларын көріп, сонан соң кетуге асықпаңыздар, алдарыңызға
өз өнерімен жаңа концерттік бағдарламасымен Техас сіздерге бір жақсы өнерін паш етеді. Сонымен командалар сахнаға келіңіздер. Кәнеге. Are you ready? Сонымен, құрметті достар, әділ қазылары қауымының кішігірім ойларын тыңдасақ. Самат, қысқа және нұсқа. Шапалақтап көріңіз. Қадірлі көрермендер, менің ойымша бүгінгі КВН ойыны кешегіден қарағанда мүлдем өте жоғары болды. Маған өзім қатты ұнаған, өте қатты жақсы ұнаған команданың бірі ол өшірдегі Мәкеңнің ертелері. Сәке кешірек құдасыларымыз. Мәкеңдер демлемеді ме? Кейін айтып отырғы қыздарды аялдай қиылдық қой. Көктем шықты ғой. Ал енді мына жақта мультфильмнің маған вокал ұнады. Петро Қазақстан, сіздерде кішкене вокалды сәл көбейтіңіздер, сәл шикілеу болып тұр. Ойындарыңыз жақсы. Рахмет. Сейтжан. Рахмет Самат, рахмет кішкене әнші болғаннан кейін сіздерге айтып жатыр. Ана ойынға келетін болсақ, мына Петро Қазақтар сендерде кішкене дайындыққа уақыт аз болған ау деймін. Сәл шикілеу байқалып тұр. Мынау мультфильм бәрі жақсы, мынау ұнаған Мәкеңнен келеді. Бүгінгі ойын шынында қызық деп айтуға болады. Сендерге айтып кетемін. Петро Қазақтар. Есімің кім болады сенің? Келесі жолы мына сұрақ жауапқа осы серікті шығарсыңдар, өте дұрыс болар деген өз ойымды білдірем. Қыздар жарайсыңдар. Мына осы гон деп айтады ғой, сендердің гондарың осы гон екен ғой дейсіз. Значит, молодец. Бәрекелді, рахмет. Өз оймен Атлас. Бүгінгі ойынға келетін болсақ өте тамаша өтті. Мен көштен қалмайын деп, мен де қыздарды таңдадым, Зұлпар кешірегі. Барлық қыздарды таңдап отыр. Айтылған сындар орынды болды. Ойын тамаша болды. Бәрекелді. Мәке, қыздарды қайтарыламыз, екі түн жігіттер әпкеден тұры бар. Шынында бүгін кешеге қарағанда күлкілер көп болды. Мына 10 әзіл айтса, соның 8-іне күліп жатты бүгін. Кеше 7-6-сына бүгін енді сәбет өмірді. Аман болса басын тағы сет шығасын. Бәрекелді, есептеу комиссиясы дайын болса, біз әділ бағаларды көрсек екен. Кешіріңіздер қазір. Болып болады осындасында дейді. Сонымен, әділ қазы қауымы дайын болса, қазір жалпылама бірінші әуен үй тапсырмасы бойынша әділ бағаларды көтерсеңіздер, сонан соң қорытынды бағаларды тыңдасақ. Сонымен бірінші өз өнерін көрсеткен Петро Қазақтардың әділ бағаларын берсеңіздер. Ең жоғары ұпай 5 ұпай. Петро Қазақтары 5, 5, кесі тағы 6 екен ғой. 5, 5, 6. Рахмет. Ең жоғары ұпай 6, екінші өз өнерін көрсеткен әуен үй тапсырмасымен Мәкеңнің еркелері. 5, 5, 6. Және де мультфильм командасының әділ бағаларын көрсетсеңдер. 5, 6. Рахмет. Ал енді жалпы қорытынды бағаны тыңдасақ. Құрметті достар, ешкім ешқайға кетпейді. Бұл команда кеше өздеріңіз білесіздер, 2 команда ақтық мәреге жолдамалды. Бүгінде 2 команда ақтық мәреге жолдамалады. Ұтылған бір команда ренжімесін, әлде ойындар алда.
Сонымен астынан санайды. 13-те 8 ұпаймен Петро қазақтары. 14,16 ұпаймен мультфильм командасы. Және 15,2 Мәкеңнің еркелері. Сонымен ақтық мәре ойындарымыз мамыр айының 20 және 25 аралығында өтпекші. Дәл осы сахнада баршаңызды күтеміз ақтық мәре ойынына. Сонымен ақтық мәреге жолдама алған командалары. Мәкеңнің еркелері және мультфильм. Құтты болсын. Сонымен құрметті достар, командаларға рұқсат беріп, ортамызға өздеріңіз көптен күтіп отқан Техас командасын шақыруға рұқсат етіңіздер. Командалар, рахмет. Бұл Техас командасы Қазақ КТГ КВН лигасының бірінші лигасында өнер көрсетіп жатыр. Қазір республикалық деңгейде бірінші ойындарын кешегі Қызылорда қаласына барып, жақсы өнермен танылып қайтты. Сонымен құрметті достар, алдарыңызда жаңа бір ойынның өрнегін көрсететін Техас КВН командасы. Сонымен қарсы алыңыздар. Шапалақ. Техас КВН командасы ұсынады. Everybody Техас, алға 1, 2, 3, 4. Сәлем сұлу қыздарға, Техастан сәлем, жанды сәлем. Көрермен қарашы, біздерге қуана, әзілді айтамыз, сіздерге шатана. Шым қала, тамаша қала, жайнай берші әсем қала. Жастардың қаласы, әрден жататын, жанды жастардың өнерін қолдатын. Шым қала, көрікті қала, жайнай бер болашақ Астана. Everybody Техас, алға 1, 2, 3, 4. Сәлем сұлу қыздарға, Техастан сәлем, жанды сәлем. Жалғасын ертең сағат 4-те осында көресіздер. Баршаңызды күтеміз. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ертең сағат 4-те осы залда. Айқай